Басеке, мен де кете берсем бола ма? Тұршы. Бол. Жігіттер, мынаның ішінде қанша ақша болған, мен өзім жақсы білемін. Бәрібір өздеріңе беретін ақша еді ғой. Сондықтан расчетпіз. Аллаға шүкір. Өз несімем өзіме жетеді. Сіздің берем деген ақшаңызға қарап қалған жоқпын. Қарап қалмасаң қайтар онда 100-ңді. Сонда мен сізге 100.000 теңге беруім керек па? Бермей-ақ та қойшы ол 100-ңді. Саған садақа сол. Садақаны маған емес, өзіңе қалдыр. Басеке, жібер. Осы сөзің үшін жұмыс ашып кетемін деп қорықпайсың ба сен? Сенен емес, бір Құдайдан қорқам. Қалай сонда? Басеке, қойшы. Жігіттер, таныштық па? Таныш. Тыныштық емес. Маған кіріңдер. Мен сенімен кейін сөйлесем, түсіндің ба? Басеке, жалпы жағдай осылай болып тұр. Сонда сенің 100.000 теңге алмағаның рас болды ғой? Әрине. Әрине. Түсінікті. Алларын алып айтып отқан қарызайшы бұның. Егер мен алған болсам, қалғаны қайтып әкелмесем. Дірілдемеші. Дос бол. Сенің тауып алған әмияныңда 500.000 теңге бар болғаны рас па? Мен әмияндағы ақшаны санаған жоқпын. Бірақ дәкең ашып санағанда ішінде 500.000 теңге болған. Санаған жоқпын деп. Сен санағанда 500.000 болған бет? Иә. Бірақ жоғалтқан ақшаң 600.000. 600.000 теңге ғой. Онда былай істейміз. Дос бол. Мына әмиян саған. Не үшін? Барсай, алсай. Егер ертеңге дейін 500.000 теңгені жоғалтқан адам келмесе, бұл әмиян сенікі болсын. Басеке, не істеп жатсыз? Бұл менің әмияным ғой. Сенің әмияныңда 600.000 теңге бар екені рас болса, онда сол әмияның табылғанша ізде. Бұны дәл қазір кез келген адам менікі деп айтылады. Сенің әмияның екенін дәлелдейтін ішінде бірде-бір құжат жоқ. Соны айтамда, менікі де тура осында әмияны. Қойсай. Кішкене ұқсайды деп адым да. Қазір мен бұдан артық ештеңе істей алмаймын. Бірақ Басеке, мен... Болды. Дос бол. Әрқашанда осындай адалдығыңнан айныма. Бара берсеңдер болады. Жақсы. Рахмет, Басеке. Дәурен. Дүние деп адамдық қасиетіңіз жоғалтып алмаш бір күні. Басеке, сіз мен дұрыс түсінбедіңіз. Дәурен, әмиянның ішінде 500.000 теңге бар екен, маған ешкім айтпады деп ойлайсың ба? 100.000 теңгеге байып кетем деп ойладың ба? Әлде сенің ар-намысыңнан 100.000 теңге артық болды ма? Жоқ, Басеке. Сенің осындай арсыздыққа барғаныңа сен емес, мен ұялып отырмын. Кешіріңіз, Басеке. Кешірімді менен емес, Дос болдан сұра. Боссың. Кешіріңіз. Дәурен. Байлыққа көп құнықпа. Жүрегіңді иманыңды суытпа. Сол байлықты бір Алланың өзі беріп, өз аларын ұмытпа. Досым, жаңа доля енді 2 еселенетін шығар, ә? Ертеңге дейін күтейік. Мүмкін егесі келіп қалар. Неге түсінбейсің? Бізге беріп тұр ғой бұл ақша. Берші, маған берші, мен де тұра берсін. Ой, азамат. Тұра берсін. Дос бол. Бауырым, менен үлкен қателік кетті. Олай істеймін деген ойымда да шығады. Аға, шын мәнінде әмияныңыздың ішінде 500.000 теңге болды ғой, солай ма? Иә. Адал көңіліңе күй жаққаным үшін кешірші, ренжіме. Жарайды аға, кешірем ғой. Бірақ бізге сіздің бір тиыныңыз да қажет емес. Сен мен атынан сөйлемесей, маған керек ақша. Мен де тұра берсін. Әкелші ақшаны. Қандай ақша? 450 мың ба? Әмиянды берсей? Ё-майы, біраз план құрып қойып ем. Бытшын шығардың ғой бәрін, мә. Міне аға. Рахмет, Дос бол. Мен саған өз айым жуу үшін, өз атымнан саған 50 қабын премия берем. Кестік па? Рахмет аға. Басеке. Не болды?